Осымен мына біттім. Ішінде лескасын тіктім, я. Тартып тігу керек та. Матаны тартып ішіне лесканы салатын болсаңыздар, леска осындай матаны бюра қылып жібереді да. Жалпы етегі осындай бюра болады. Міне көйлегіміз бітті. Енді мына жерде мен қолмен тігіп шықтым, мына жерді. Мынау ары-бері жүрмесін деп. Сосын мына жеңді де тігісі көрінбесін деп мен ішіне үтіктеп, ішке қарай үтіктеп, мына қолмен көрінбейтін тігіспен тігіп шықтым. Оның көрсетудің керегі жоқ деп ойлаймын, себебі мына осылай. Мына жерден бір жібінен ілем, мына жерден бір жібінен ілдім да. Осылай. Мына сырт жақтан тігіс көрінбеу керек. Осымен мама дочка екі көйлегіміз бітті. Мамасыныкі да бітті, корсетный көйлек, керемет көйлек болып шықты. Мына детский көйлегімізді тігіп бітірдік. Бұл көйлекті сіздер өте көп нәрсе үйрендіңіздер. Етегіне қалай, осында ригелин қалай тігіледі, сосын леска қалай тігіледі. Бұл лесканы сіз зигзаг операциямен тіксеңіздер де болады. Осындай фасон өздеріңізге де бұлай тігіп алсаңыздар болады, взрослый. Корсет тігуді үйреніңіздер, замок тігуді, юбканы слой-слоймен тігуді үйреніңіздер. Жалпы өте көп дүние үйрендіңіздер деп ойлаймын. И өздеріңізге тігіп, осының арқасында клиенттерге тігіп берсеңіздер де болады деп ойлаймын.